Саламатсыздар ма, әлеуметтік желі қолданушылары, және осы медициналық сақтандыру жүйесіне кеңес бергім келіп отыр бүгінде сіздерге. Қазір өзекті мәселенің біріне айналып отырған шағын және орта бизнес өкілдіктерінде жұмыс істейтін қызметкерлерді осы жүйеге қатыстыру. Яғни өткен жылғы пандемияның кезінде шағын және орта бизнес өкілдіктеріне біршама жеңілдік жасалынған үкімет тарапынан, яғни табыстарының тұрақты болмауына байланысты және басқа да жағдайларды негізге ала отырып үкімет тарапынан қаулы шықты. Яғни экономиканы тұрақтандыру жөнінде одан арғы шаралар туралы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығын салық салу мәселелері бойынша іске асыру жөніндегі одан арғы шаралар туралы Қазақстан Республикасы үкіметінің 2020 жылғы 20 сәуірдегі 224 қаулысы жарияланған. Ол қаулының негізінде жалпы осы шағын және орта бизнес өкілдігінде жұмыс істеп жатқан азаматтарды осы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне ешқандай қарызды қордаландырмай қатыстыру. Яғни оларды жарнадан босату жеңіл кезеңі жасалынды. Ол негізінен 2021 жылдың 1 қаңтарына дейін берілген. Сол енді жеңілдік мерзімі аяқталды. Енді жарна төлеуді ары қарай шағын және орта бизнес өкілдіктері жалғастыру керек. Ал егер әлде болса ол өзінің қызметкерлерін осы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің сақтандыру ақпараттық жүйесіне енгізе алмаған шағын кәсіпкерліктер болатын болса, оларға енгізуге мүмкіндік беріліп отыр. Қазір уақыт беріліп отыр. Ол осы ағымдағы жылдың 2021 жылына дейін. Ағымдағы жылдың 1 қазанына дейін ұзартылып отыр. Міне сол мерзімнің аралығында, яғни әрбір шағын және орта бизнес өкілдігі өзінің қызметкерлерінің жеке сәйкестендіру нөмірін сақтандыру ақпараттық жүйесіндегі msb.fms.kz сайтына жұмысшылардың жеке сәйкестендіру нөмірлерін енгізіп үлгерулері керек. Сонда олардың атынан ешқандай қарыз қордаланбайды, ал міндетті әлеуметтік медициналық тарапынан сақтандырылған азамат ретінде ешқандай кедергісіз медициналық көмектерін тегін алуларына мүмкіндік алады деген.